Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы квадраттық функция, оның қасиеттері және графигі. Алдарыңызда квадраттық функцияның жалпы түрі берілген. Мұндағы а, б және с нақты сандар, және а нөлден өзге кез келген сан. Енді бүгінгі сабақта қарастыратын квадраттық функция түрлеріне тоқталамыз. Y-тен ax квадрат плюс n түріндегі функцияның графигін салуды қарастырайық. Функция құрамындағы n нөлдан кіші болса, онда график ордината оси бойымен n бірлікке төмен жылжиды. Берілген жағдайда функция графигі ордината оси бойымен 4 бірлікке төмен қарай параллель көшірілді. Ал n нөлдан үлкен болған жағдайда функция графигі ордината оси бойымен n бірлікке жоғары жылжиды. Берілген жағдайда функция графигі ордината оси бойымен 5 бірлікке жоғары қарай параллель көшірілді. Ендігі қарастыратын функциямыз y-тен a, x азайтылған m-нің 2 дәрежесі қосылған n түрінде беріледі. Бұл жағдайда алдымен y-тен ax квадрат функциясының графигін салып аламыз. Кейін берілген функция графигін абсцисса оси бойымен m бірлікке, егер m нөлдан үлкен болса оңға қарай, ал m нөлдан кіші болса солға қарай жылжыту арқылы алуға болады. Берілген жағдайда функция графигін 3 бірлікке солға жылжытып, одан кейін 2 бірлікке жоғары қарай параллель көшіріп функция графигін саламыз. Келесі қарастыратын функциямыз y-тен минус a, x азайтылған m-нің 2 дәрежесі қосылған n. Бұл жағдайда алдымен y-тен минус ax квадрат функциясының графигін салып аламыз. a нөлдан кіші болғанда парабола тармақтары төмен қарайтынын ескереміз. Кейін функция графигін абсцисса және ордината осьтері бойынша параллель көшіруді орындаймыз. Берілген мысал үшін графикті абсцисса оси бойымен 10 жаққа 5 бірлікке және ордината оси бойымен төмен қарай 3 бірлікке жылжытамыз. Енді y-тен ax квадрат қосылған bx қосылған с түрінде берілген графикті салуды қарастырамыз. Графикті тұрғызуда келесі алгоритмді пайдаланамыз. Біріншісі, парабола төбесінің координаталарын анықтаймыз. Mn, мұндағы m деп отырғанымыз минус b-ның 2a-ға қатынасы, n деп отырғанымыз минус дискриминанттың 4a-ға қатынасы. Екіншісі, параболаның симметрия осін анықтаймыз, яғни ол x-тен m түзуі, ал m нүктесі функцияның иілу нүктесі болып табылады. Үшіншісі, функцияның координата осьтерімен қиылысу мәндерін табамыз. Төртіншісі, парабола тармақтары жоғары не төмен бағытталған анықтап алып, табылған нүктелер бойынша функция графигін тұрғызамыз. Берілген функция түріне мысал қарастырайық. Y-тен 2x квадрат азайтылған 4x азайтылған 6 функциясының графигін тұрғызып көрейік. Біріншісі, парабола төбесін анықтаймыз формула бойынша, ол 1-де минус 8 болады. Екіншісі, симметрия осі x-тен 1 түзуі. Үшіншісі, функция нөлдерін табамыз. Бұл жерде 3 нүкте табылды. Ордината оси минус 6 нүктесінде, ал абсцисса оси минус 1 мен 3 нүктелерінде қияды екен. Төртіншісі, парабола тармақтар жоғары қарайды, 2 үлкен нөлдан болғандықтан. Енді графигін тұрғызамыз. Осы нүктелерді ескеріп, график тұрғызамыз. Тағы бір ескеретін жай, берілген функцияны y-тен a, x азайтылған m-нің квадраты азайтылған n түріне келтіріп те салуға болады екен. Яғни, абсцисса және ордината осьтері бойымен параллель көшіру арқылы да графикті салуға болады екен. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған математика пәнінің мұғалімі Темірғали Зарина Ержанқызы.